80% оқушылар осындай есептер шығару барысында қателіктер жібереді. Себебі бұл жерде бізде бөлшек және де түбір асты сандар бар. Осы есепті бірге шығарып көрейік. Мына сіздерге қалдырамын. Біріншіден, біз түбір астындағы санды бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. Ол үшін біз 1-ді 81-ге көбейтіп 19-ға қосуымыз керек. Олай болатын болса, бізде 100 бөлінген 81 болады. Бөлінген 0,136-ны 36 бөлінген 100 деп жазып алсақ болады. Қосылған 10-ды алымына қалдырамыз. Және де түбірдің астында 4. Енді мына жерде 0-дерді есептеп көрейік. 1, 2, 3, 4. Олай болатын болса, бізде 4 0 болу керек. Сонда бізде түбірдің астында 4 бөлінген 10 немесе 10 мыңнан 4 азайтылған 3 бөлінген түбір асты. Мына жерде тағы да бізде бөлшектің астында 10 мың бар. Себебі үтірден кейін бізде 4 цифр жазылған. Сол себепті бөлімінде бізде 4 0 болады. Ол сан бізде 10 мың. 25 өзгеріссіз қалады. Тең болады. Енді бізде мына түбірлерден құтылу керек. 100 дегеніміз ол 10-ның квадраты, түбірден бізде 10 шығады. 81 дегеніміз ол 9 жердегі 9-ың, яғни 1 9 қалады. Себебі түбірден шығып отыр. Көбейтілген. Енді бөлуді біз көбейту арқылы орындап, мына жердегі бөліміндегі 100 ол бізде алымына барады. Яғни бұл жерде бізде 10, 36-дан бізде 6 шығады, себебі 6 жердегі 6 36. Қосылған келесі бөлшек 10 қалады. Түбір 4-тен бізде 2 шығады. Түбір 10 мыңнан бізде 100 шығады. Азайтылған 3 көбейтілген деп тағы да орнын ауыстырамыз. Яғни бөлімін алымына, алымын бөліміне кетіреміз. 10 мыңнан бізде 100 шығады. 25-тен бізде 5 шығады екен. Тең болады. Минус 10 жердегі 10 мың 100, 9 жердегі 6 менде 54. Қосылған мына 100-іміз бізде жоғары барады да. Бұл жерде бізде 100 көбейтілген 10, ол бізде 1000 болады. Және 2 орында қалады. Азайтылған 300 бөлінген 5. Мынаны енді біз аралас бөлшекке жазатын болсақ, ол бізде минус 1,54-тен 46-ға тең. Қосылған 1000-ды 2-ге бөлетін болсақ, бізде 500-ге тең. Және 300-ді 5-ге бөлетін болсақ, ол бізде 60-қа тең. Енді мына екеуі бізде 440-қа тең. Келесі 440 азайтылған 1,54-тен 46. Енді бұл жерде біз қалай орындаймыз? 440-ды 439,54 бөлінген 54 деп жазсақ, және 1,46 бөлінген 54 деп бөлшектермен жұмыс жасаймыз. 439 азайтылған 1 ол бізде 438,54-тен, мына жерде бізде 54-тен 46 болсақ, бізде 8 шығады. 8 бен 54-ті қысқартып жіберсек болады 2-ге, сонда 438,27-ден 4-ке тең екен. Егер сіздер осындай есепте қиналатын болсаңыздар, біздің онлайн мектебімізге келіңіздер. Және де келесі есептерді өткізіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.